Сәлеметсіздер. Бүгін бізде 15.001 Сканари есептер жинағынан шектерді есептеу. Мынандай шек берілген. Лимит x минус 2-ге ұмтылғанда x куб қосу 8-дің x квадрат минус 4-ге қатынасын есептеу керекпіз. Алдымен x минус 2-ге тең болғандағы өрнектің аргументіне алып барып қояйық. Сонда лимит x ұмтылады минус 2-ге. Минус 2-ның кубы қосылған 8 бөлімінде минус 2-ның квадраты азайтылған 4. Лимитті қайттан жазамыз. Лимит x ұмтылады минус 2-ге. Минус 2-ның кубы бізде минус 8. Минус 8-ге 8-ді қосамыз. Алымында бөлімінде минус 2-ның квадраты 4. 4-тен 4 азайтамыз. Бұл тең болады. Лимит x ұмтылады минус 2-ге. 4-тен 4 алсақ бөлімде 0. Алымында минус 8-ге қоссақ 8-ді 0. Яғни бұл бізде 0 бөлу 0 түріндегі анықталмағандық шықты. Енді бұл анықталмағандықты ашу керекпіз. Біз байқайтын болсақ, бөлшектің алымында бізде қысқаша көбейту формуласын байқауға болады. А куб қосу b куб, яғни ол неге тең еді бізде? А қосу b, а квадрат минус аб қосылған b квадратқа. Бөлімінде байқасақ, квадраттарының айырмасының формуласына келеді. А минус b, а қосу b. Осыларды қолданып ашып көрейік. Онда лимит x ұмтылады минус 2-ге. Так, бөлшектің алымында бізде x қосылған 2 көбейтіледі x квадрат, яғни мына a-ның квадраты x квадратқа азайтылған таңба бойынша a көбейту b. A бізде x-ға тең, b 2-ге тең, сонда 2x көбейтсек. Қосылған b-ның квадраты, b дегеніміз 2, 2-ның квадраты 4. Бөлшектің бөлімінде бізде x квадрат минус 4-ті ашамыз. X минус 2, x қосу 2. Бізде x қосу 2-ге қысқартсақ болады. Сонда лимит x ұмтылғанда минус 2-ге. Минус 2-ні алып барып, алымына да бөліміне де x-ің орнына қояйық. Минус 2-ның квадраты 2 көбейту минус 2 қосылған 4 бөлімінде минус 2 және минус 2. Сонда бөлімі бізде минус 4, алымы минус 2-ның квадраты 4 плюс 4 қосу 4. Бұл бізде 12-ның минус 4-ке қатынасы. Ал 12-ні минус 4-ке бөліп жазсақ, минус 3. Жауабымыз минус 3 болады екен. Келесі есеп. Лимит, яғни x-ті орнына өрнектегі 0,5-ті қойып көрейік. 4 көбейтілген 0,5-тің квадраты минус 8 көбейту 0,5 қосылған 3. Бөлшектің бөлімінде 2 көбейту 0,5-тің квадраты минус 7 көбейтілген 0,5 қосылған 3. Сонда бізде лимит x ұмтылғанда 0,5-ге. 0,5-тің квадраты бізде 0,5 2-ден 1, 2-ден 1 квадрат 4-тен 1. Мынау 1 болады мұнда. 1. Минус 8-ді 0,5-ге көбесек 4. Оған 3-ті қосамыз. Алымында 0,5-тің квадраты тағы да 4-тен 1. 2-ні 4-тен 1-ге бөлсек 0,5. 7-ні 0,5-ге көбесек 3,5 қосылған 3. Сонда бізде не болады? 1-ден 4-ті азайтсақ минус 3. Минус 3-ге 3-ті қоссақ 0. 0,5-тен 3,5-ті азайтсақ минус 3. Минус 3-ге 3-ті қоссақ 0. Сонда бізде 0 бөлу 0 түріндегі undefinite, яғни анықталмағандық шықты. Бұл анықталмағандықты ашу үшін не байқаймыз? Мұнда астында да квадрат үшінші, үстінде де квадрат үшінші. Алдымен алымы мен бөлімін 0-ға теңестіріп, теңдеу шығарып көрейік. Квадрат теңдеу шешіп көрейік.
бұл не үшін керек екенін қазір түсіндіремін. Сонда бізде дискриминанты 64 минус 4 көбейту 4 көбейту 3. 64 минус 48 ол дегеніміз 16. Нөлден үлкен сан шықты. Онда нөлден үлкен сан болса 2 түбірі бар. Формула бойынша минус b 8-дің алдында айтайық. Минус 4 ол 8. Плюс минус 16-тан түбір алсақ 4. Бөлімде 2 көбейту 4 8. Бізде 2 түбірі шығады. Сонда бірінші түбірі 12 бөлу 8 1,5. Екінші түбіріміз 8-ден 4 азайтамыз 4. 4-ті 8-ге бөлсек 0,5. Келесі бөліміндегі өрнекті 0-ға теңестіріп теңдеу шығарып көрейік. Сонда бұнда бөлімде дискриминант тең болады 7-ның квадраты 49, 4 көбейту 2 көбейту 3. 49 минус 24 бізде 25. Нөлден үлкен сан шықты, я? Оның терісінше бізде 2 түбірі бар. x1 және x2. 7 қосу азайту. Тұғырасы 25-тен 5 бөлімде 2 жердегі 2 4. Сонда x1-іміз 12-ні 4-ке бөлсек 3. x2-іміз 7-тен 5 азайтамыз 2. 2-ні 4-ке бөлсек 0,5. Енді біз 8-ші сыныпта мынандай жіктеуді өткенбіз. ax квадрат қосу bx қосу түріндегі квадрат үш мүшелені сызықтық көбейткіштерге осылай жіктесек болады екен. Біз осыны пайдаланып жаңағы түбірлеріміз арқылы жіктейік. Сонда бізде 4 көбейтілген x минус жаңағы түбіріміз 1,5. Екінші түбіріміз 0,5 бөлімінде 2 жақшаның сыртына шығады. Мына a деген санымыз, x минус онда 0,5, x минус 3. Біз x минус 0,5-ке смело қысқарта берсек болады. Және дағды бір қысқартуды ұмытып баратырмын, 4 пен 2 қысқартып жасақ болады. Сонда бізде қалғаны лимит x ұмтылғанда 0,5-ке 2 көбейту x минус 1,5 бөлімінде x минус 3. Енді есептейік қаншаға тең екен. Лимит x ұмтылады 0,5-ке 0,5 минус 3 бөлімінде үстінде 0,5 минус 1,5. Так, лимитті жазбай ақ қояйын. 2 көбейту минус 1 бөлімінде минус 2,5. Сонда минус пен минус қысқарады. 2-ні 2,5 екеуін қысқарттайық. Яғни бізде 2-ке көбейте сызсақ немесе 4 бөлінген 5, 0,8. Бұл соңғы жауабы. Мына шектің мәні 0,8-ге тең екен.